Жаным анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзінде елеседі таңғы елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес. Рахмадин қызы Айжамал 1927 жылы 8 наурызда Байғанин ауданы Жем бойында дүние келген. Есе келе еңбекке ерте жастан араласып, кейін ұстаздық жолын таңдап, 1949 жылы жолдасы Есен ұлы Ғазизбен бас қосып, отау тігіп, өмірге 3 ұл, бір қыз әкелді. Екі үлкен ұлдары ерте шетінеп кетіп, қалған ұлы мен қызын тәрбиелеп өсірді. Жолдасы Ғазизбен екеуі ұстаздық еңбек жолдарын сонау 1949, 1950, 1952 жылдары Самда, Тұрышта өткізді. 1953, 1954, 1956 жылдары Алтай ебейті Баршақұм жерлерінде қызмет етті. 1958 жылы жолдасынан 31 жасында жесір қалып, қолында қалған жарының кәрі әке-шешесін бағып, өз қолымен арулап шығарып салды. Еңбек ете жүріп, 2 баланы тәрбиелеп өсірді. Жолдасынан ерте айырылған анамыз балаларын ішер астан, киер киімнен тарылтпай өсіріп, ел қатарына қосты. Өмірдің қиын кезеңдерін басынан өткізіп, тағдыр басына салған талай қиындықтарды мойымай жеңе білді. Шәкірттеріне білім нәрін құйып, 39 жыл бойы осы салада абыроймен еңбек етті. Қызын қиясына қондырып, ұлын ұясына қондырып, олардан немере жиендер сүйген абзал анамыз 2006 жылы 7 шілдеде 80-ге қараған шағында дүниеден озды. Мейіріміңді төгіп барлық балаңа, ақ сүтімен сәуле құйдың санаға. Біздер үшін ұмытылмас есімің, жатқан жерің жайлы болсын, жан ана.